Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай 15 минутта дайындалатын пицца жасап үйренеміз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымды қолдап кетіңіздер. Алдымен лавашымыздың қамырын алып, осылайынан ортасынан бүктеп, бөліктерге бөліп турап аламыз. Кеспе сияқты етіп, осылайынан кесіп турап шығамыз. Осылай қамырымыздың барын турап аламыз. Мен 1,5 лаваш қамырын қолдандым. Өз қалауларыңыз бойынша біреуден жасасаңыздар да болады. Енді укропымызды жуып, осылай майда етіп турап аламыз. Укроптарымызды турап болған соң сырымызды дайындаймыз. Bir сырдан 2 пицца шығады. Сырымызды осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Мінекей сырымыз дайын болды. Енді бір помидорымызды алып, жақсылап жуып, кубиктап турайтын боламыз. Помидорымызды турап болған соң, жұмыртқамызды дайындап аламыз. Бос ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып, жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң укропымызды үстіне саламыз. Қосатын заттарымызды турап, араластырып, дайындап болған соң, табамызды орташа отта қыздырамыз. Қызып тұрған табамызға туралған лаваш қамырларымызды салып, 3-4 минуттай қыздырып, қуырып аламыз. Лаваш қамырларымызды 3-4 минут қуырып болған соң, үстіне жұмыртқамызды құямыз. Содан соң лаваш қамырларымыздың барлығын жұмыртқаға батып тұруын қадағалаймыз. Помидорымызды салып, бір тегіс етіп, күрекшемізбен жайып аламыз. Одан кейін үстіне үккіштен өткізілген сырымызды бір тегіс етіп, сеуіп шығамыз. Осылай барлығын салып болған соң, бетін жауып, 5-7 минут аралығында баяу отта пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте әдемі болып шығады, балаларға, үлкендерге де ұнайды. Мінекей дайын болды. Бар жоғы 15 минутта дайын болатын пицца міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта тағы да дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше.